Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз матрица. Бұл тапсырма оқушылардың ұқсастықтар мен айырмашылықтарды табу, байланыстарды анықтау және бір уақытта объектінің бірнеше қасиеттерін ескеру қабілетін дамытады. Мұнда матрицалардағы суреттерді зерттеп, олардың бір-бірімен байланысы, ұқсастықтары мен айырмашылықтар қандай екенін анықтау керек. Оқушылар, енді біздің берілген матрицамызға қарайық. Бізде үлкен бір матрица, ішіндегі фигуралар белгілі бір тәртіппен, заңдылықпен орналасқан. Олардың қандай немен ерекшеленіп тұрған, қандай арасында айырмашылықтар бар, соны анықтайық. Біз бірінші фигуралардың астына қарайтын болсақ, барлығы жасыл түс. Бәрінің төменгі жағы жасыл түс. Сонда біздің мына жерде тұратын түсіміз бізде не болу керек? Жасыл түсті фигура болу керек. Бұлай жасыл түсті бояп қойайық, жасыл түс болу керек. Ал жоғары жақтары, фигуралардың бәрін жоғары жақтарын қарап шығайықшы, ол қызыл. Сонда біздің фигурамыздың да жоғарғы жағы не болу керек? Қызыл болу керек. Соны ескерейік. Енді жауаптарына қарайтын болсақ, бізде асты жасыл емес қайсы? Мынау. Біздің төменгі жағы жасыл болу керек, бұнда қызыл екен. Мынау өше қисайып кеткен екен. Бұл керек емес. Бұл жою әдісімен егер есепті осылай шығаратын болсақ, жауаптарын оңай табатын боламыз. Енді кеттік. Енді орналасуларын қарайықшы. Мына қызыл дөңгелек екен. Мынау қызыл үшбұрыш екен. Мынау қызыл төртбұрыш екен. Үшеуі де үш түрлі екен. Бізде сонда мына жеріміз қызыл төртбұрыш, қызыл дөңгелек, мына жер сонда бізде қызыл үшбұрыш болу керек. Қызыл үшбұрыш бізде қай жерде бар? Қызыл үшбұрыш мына жерде бар. Қызыл үшбұрыш мына жерде бар, мына жерде бар. Мына жерде бізде керек емес, өткен төртбұрыш екен. Енді бізде жасыл, төменгі жақтары жасыл. Жасылдарға да қарайық. Жасыл үшбұрыш, жасыл дөңгелек, жасыл төртбұрыш әртүрлі, Дәл астыңғылары да әртүрлі. Астыңғылары дөңгелек, төртбұрыш. Сонда бізде мына жерде не қалып тұр? Жасыл үшбұрыш қалып тұр. Сонда бізге сәйкес келетін ол Д жауабы екен. Жасыл үшбұрыш. Келесі сұрағымызға келетін болсақ, мына жерде дөңгелектер орналасқан екен. Мына жерде үшеу, мына жерде төртеу бар екен, мына жерде 5 дөңгелек бар екен. Барлығы сондай 3, 4, 5, 3, 4. Сонда мына жерде бізде 5 дөңгелек болу керек екен. Ал жауаптарымызға қарайтын болсақ, мынау 5 емес, мынау да 5 емес, мынау да 5 емес. Бізге мына үшеуі ғана қалады екен, 5 болған. Енді түстеріне мән беретін болсақ, мына қызыл үстінде боялған болса, мына қызыл, келесі мына жақтағы дөңгелектің астында боялған екен. Егер сары мынаның асты болса, мынаның несі? Үсті сары екен. Дәл сондай, сары мынаның үсті болса, мына жердің асты екен. Көк мынаның асты болса, келесінің үсті екен. Сонда бізде мына жер көк болып тұр. Мына дөңгелектің асты көк болу керек. Дөңгелектердің астыңғы жағы көк болу керек. Ал үстіңгі жағы қандай түс болу керек? Үстіңгі жағы қызыл түс болу керек. Сонда жауаптарымыз қайсы бізде? Үсті қызыл, асты көк болып тұрған. В вариантындағы жауап екен. Келесі тапсырмамыз, мына матрицаға қарайтын болсақ, не болған оған назар аударайық. Мына жерде үшбұрыш тұр. Екінші үшбұрыш. Бір-біріне бірінші үшбұрыш еді. Оған қосты екінші үшбұрышты. Екінші үшбұрышты. Мына екінші үшбұрышты мына жерге қосты. Сол кезде бізде осындай фигура шықты. Мыналар да сондай. Мына сызық бізде қай жерде анықтап алайық. Сонда дәл осы сияқты қып. Бұлай, осылай сызылып келген. Және де екіншісі де біздің мынауымыз жанына келген. Дәл сондай болып, бір-біріне қосылғанда төртбұрыш болған. Енді біздің сұрағымыз, мына екі фигураны қосқан кезде қандай сурет шығады, соны анықтауымыз керек. Енді жердегі варианттарды
не істейміз? Алып тастаймыз да, сызып, мынау мындай шықпайтын сияқты, иә? Мынандай да шықпайтын сияқты, мындай да шықпайтын сияқты. Өйткені бір-біріне қосылғанда ортасында сызықтар болу керек қой. Ал енді көрейік. Мына суретті бірінші салып көрейікші мына жерге. Ол қандай сурет? Мына жерінен былай тұрады, былай, былай, сосын үшбұрышы міне тұр екен, иә? Енді мен шамалап салдым, осындай сурет шығады. Екінші фигурамыз біздің мынаны салып көрейік. Ол деп түзу келген, былай келген, былай келген, және де мына жерінен былай істелінген, былай істеген. Сонда осы екеуін қосқан кезде мына жердегілердің қайсысы шықты бізде? Мынау Е варианты, иә? Е вариантына дәл сондай болып келді. Бәрін қарайтын болсақ, сондай шығады екен.